Саясаттағы тағы бір жанжал Путиннің мәлімдемесіне Ақ үй қатаң жауап берді. Ал экс-президент Трамп не айтарымды да білмей отырмын дейді. Түсіндірейін. Шығыс экономикалық форумының пленарлық сессиясында Путин ақштағы сайлау додасында кімге қолдау білдіретінін айтқан. Ол Кремльдің бұрынғы фавориті қазіргі ел президенті Джо Байден болғанын. Бірақ ол сайлаудан бас тартқан соң енді Камала Харристі қолдайтынын мәлімдеген. Ол Камала Харрис билікке келген жағдайда санкциялар салудан бас тартуы мүмкін деп әзілдеген. Айтқаны сол еді, Ақ үй дереу мәлімдеме жасады. Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің өкілі Джон Кирби Путин мырза біздің сайлаулар туралы айтуды доғару керек болды. Ол ешкімге басымдық бермеу керек дейді. ақш-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп болса, бұған таңғалғаны соншалық қандай реакция білдірерімді де білмеймін дейді. Мен оған қоңырау шалып, көп рахмет, жоғары бағалаймын дегім келген, бірақ ол Камаланы қолдады дейді Трамп. Ал бір қызығы, ақш-тың федерал тергеу бюросы Кремльдің батыс елдеріндегі сайлауларға қалай ықпал етуге тырысқаны туралы үлкен баяндама жасаған. Сол баяндамамен әшкере деп аталатын телеграм арнамызда танысып шыға аласыз, сілтеме профильде.